Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыз қанша жаңғақ деп аталады. Және сен бүгіннен бастап заттың санын білдіретін сөздер тауып көретін боласың. Және бүгін мәтіндерден неше, қанша, нешінші деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздер тауып көретін боласың. Сонымен іске сәт. Алдымен сырты қатты, іші тәтті, бұл жаңғақ екенін көріп алайық. Жаңғақтың қандай өсімдік екенін білесіңдер ғой, қандай жеміс екенін де татып көрдіңдер. Бізге бүгінгі мәтінді жазған авторымыз ол Сұлтан Қалиев екен. Ол ақын, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында дүниеге келген екен. Сұлтан Қалиев ағаларыңның «Сәлем саған мектебім» деген кітабы бар екен. Тауып оқып көрсеңдер болады. Ал енді өлеңді оқып көрейік. Қанша жаңғақ? Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына Қанаттың екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы ал бәрін. Сөмкесінде әуелде 13 жаңғақ болған, Бұл Науатқа, Маратқа, Саматқа, Сағатқа және Қанаттың апасына екі-екіден таратса, өзінде қанша жаңғақ қалды? Тауып көрдіңдер ме балалар? Енді біз осы өлеңде неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздерді тауып көрейік. Сөмкесінде неше жаңғақ бар еді? Сендер неше деген сұраққа 13 деп жауап беріп отырғандарыңды мен байқап отырмын. Демек 13 деген сөз заттың санын білдіретін сөз болып тұр. Өте жақсы балалар. Осындай тапсырмаларды біз орындай көретін боламыз жаттығулар барысында. Алдымен серіктеу сәтін жасап алып, өлеңді тағы да мәнерлеп оқып, жаттап алыңдар. Сосын 29 деген сөздер жазамыз. Енді осы сөздерге жазып отырып сұрақ қойып көрейікші. 20 неше, 9 неше, екеуі де неше, қанша деген сұраққа жауап беріп тұр, солай ма? Ал енді екінші жаттығуда біз көп нүктелердің орнына тиісті сөздерді қою керекпіз. Яғни неше деген сұраққа жауап беретін сөздер қоямыз. Біздің сыныпта неше оқушы бар? Неше деп жазамыз. Сыныбыңда неше оқушы бар? Сонша оқушыны жаз. Сыныпта неше парта тұр? Неше деген сұраққа жауап беретін сөзді қойып жаз. Сен сыныбыңда неше парта тұрғанын білесің ғой? Әр партада неше бала отырады? Бір бала отырады ма? Жоқ, екі бала отырады ма? Соны жазамыз. Мысалы, біздің сыныпта 30 оқушы бар. Сыныпта 15 парта тұр. Әр партада 2 оқушы отырады. Бұл біздің сынып. Ал сен өз сыныбыңдағы парталар мен оқушылардың санын жазып көр. Сосын неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздерге сұрақ қоямыз. 30 қанша оқушы? 15 неше парта? Неше оқушыдан отыр? 2 оқушыдан отыр. Өте жақсы. Енді мына ережені бүгін жаттап алсаң болады. Өйткені бұл келесі сабақтарда саған қажет болады. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 10, 50 деген сөздер заттың санын білдіретін сөздер. Енді сен жаңылтпашты жақсылап тыңдап ал, сосын сан есімдерді тауып көр. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Жаңылтпашты тез-тез жылдам айтуға жаттығып ал, сосын осы жаңылтпаштың ішінде неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздерді тауып көріңдер. Ішік деген міне бұл тон. Тонды ішік деп айтады. Ал енді кімнің жылдам және тапқыр екенін көрейік. Мына сандарды, буындарды тіркестіріп, жаңа сөз құрастырып жазамыз. Бір деген сөзге білікті қосса қандай сөз шықты? 7 деген сөзге ген деген буынды қосқанда қандай сөз шықты? 9 және құмалақ деген екі сөзді біріктірсе қандай сөз шығады? 6 және бақан деген сөздерді қосса ше, қандай сөз шыққанын комментарийге жазып қалдырсаң болады. Өте жақсы. Енді ойланып көрейік.
атадан 10 баламыз, бір жастан арамыз, қосылып кейде басымыз, азайып кейде қаламыз. Қандай балалар туралы айтылып тұр? Бұл әрине натурал сандар. Бірден 10-ға дейінгі сандарды айтып тұр. Кейде қосылады, кейде азаяды. Математикадағы 10 цифрды дауыстап, айтып, немесе комментарийге жазып қалдырсаңдар, мен міндетті түрде оқитын боламын. Сонымен сен бүгін қанша жаңғақ деген өлең жаттадың, және сол өлеңнің ішінен заттың санын білдіріп тұрған сөздерді тауып сұрақ қойдың. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.